Мен Орманова Ғайза Оспаналиевна, номер 55-ші Самал бөбекжай бақшасының тәрбиешісі, Экостарт байқауының қатысушысы боламын. Қайырлы күн, әріптестер. Бүгін сіздердің назарларыңызға Экостарт жасыл балабақша тақырыбында балабақша макетін ұсынамын. Бұл жобаның негізгі мақсаты балаларға экологиялық тәрбие беру және жасыл балабақшаны қорғау, табиғатты аялау, табиғатқа қамқоршылық көрсету. Қазіргі таңда экология мәселесі бүкіл әлемді алаңдатып отыр. Сондықтан табиғатты аялау мәдениетін бала кезден қалыптастыру өте маңызды деп ойлаймыз. Макетте болашақтың экологиялық таза балабақшасы бейнеленген. Балабақша аумағы толық көгалдандырылған. Ағаштар мен гүлдер отырғызылып, балалардың таза ауадағы тәрбиеленуіне жағдай жасалған. Жасыл орта баланың денсаулығына пайдалы және табиғатқа деген сүйіспеншілігін арттырады. Енді макет бөліктеріне тоқталсам, алдымен мына жерде күн панельдері орналасқан. Күн панельдері күн сәулесінен энергия өндіреді. Бұл электр қуатын үнемдеуге көмектеседі және қоршаған ортаға зиян келтірмейді. Осындай технологияларды қолдану арқылы біз табиғатты қорғауға үлкен үлес қосамыз. Келесі бөлімде жел генераторы көрсетілген. Жел энергиясы сарқылмайтын табиғи энергия көзі. Ол ауаны ластамайды және экологиялық таза энергия түріне жатады. Сонымен қатар шағын бақ пен жылыжай орналастырған. Мұнда балалар өсімдіктерді күтіп, баптауға, еңбекке үйренеді. Олар табиғатпен жақын танысып, өсімдіктердің адам өміріндегі маңызын түсінеді. Макетте қоқысты сұрыптау аймағы бар. Бұл жерде қоқыстар арнайы жәшіктерге бөлініп салынады. Қалдықтарды қайта өңдеуге мүмкіндік береді және ауаны ластанудан қорғайды. Балаларды тазалыққа балабақша аумағында қауіпсіз жолдар мен демалыс орындары қарастырылған. Бұл балалардың қауіпсіз әрі жайлы ортаға тәрбиеленуіне мүмкіндік береді. Осы жобаның тиімділігіне тоқталатын болсам, балалардың экологиялық санасы қалыптасады, табиғатты қорғауға деген жауапкершілік артады, энергияны үнемдеуді үйренеді, жасыл технологиялар туралы білім алады, табиғатты аялауға тәрбиеленеді. Біздің ойымызша болашақ ұрпаққа экологиялық тәрбие беру бүгінгі күннің басты міндеттерінің бірі. Табиғатты қорғау арқылы біз болашаққа жарқын жол саламыз. Қорытындылай келе, табиғатты қорғау әр адам баласының парызы дегім келеді. Жасыл технологиялар болашақтың кепілі. Табиғатты қорғап аялайық. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.